Сәлем достар, бүгін сіздермен кореецтердің ең сүйікті тағам болған көксей тағамын дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Ең алдымен қайнатып суытылған суға, не болмаса таза дүкеннің суына қант пен тұзымызды салып, араластырып аламыз. Қанша мөлшерде салынуына бәрін описанияға жазып қалдырамын. Сонда да әр салған сайын дәміні көріп отырыңыздар. Өйткені әркімге әрқалай дәміндегісі ұнайды, сондықтан қарап отырып саласыздар. Сосын соевый соусымызды, уксусымызды саламыз. Тағы да жақсылап араластырамыз. Біреулер уксусы көп болғанын жақсы көреді, біреулер аздап болғанын жақсы көреді. Сондықтан рецептпен емес, өздеріңіздің қалауларыңызға қарап дайындайтын боласыздар. Сосын кристаллик приправасын саламыз. Ол базарда кез келген жерде сатады. Сосын үкіштен өткізілген қызанағымызды, майда туралған қиярымызды саламыз. Көкөністерден укроп пен кинза саламыз, майдалап туралған. Сосын сарымсағымызды, 2-3 түс сарымсақты осылай езіп салатын боламыз. Сосын барлығын жақсылап араластырып, тоңазытқышқа қойып қоямыз. Бізде көксейдің суы мұздай болып тұруы керек. Осы жерде жақсылап араластырып, тағы да дәмін көретін боламыз. Енді біз етімізді ұзындау етіп, майдалап турап аламыз, сосын мариновка жасаймыз. Міне туралған етіміз, оған тұз саламыз, кориандр саламыз, сосын кішкене қара бұрыш саламыз, имбирь қосамыз аздап, сосын соевый соус салып, қолымызбен жақсылап мыжып араластырып, бір шетке алып қоямыз. Бұл жерде де дәмдеуіштердің қанша салуы өз қалауларыңызға қарай. Дайын болды міне етіміз, оны бір шетке алып қоямыз. Сосын көксейіміздің үстіне салатын салаттарын дайындаймыз. Қиярды осындай ұзындау етіп, майдалап турап аламыз. Сосын қызанағымызды дәл солай ұзындау етіп турап аламыз. Орам жапырағымызды да дәл солай майдалап ұзындау етіп турап аламыз. Бұл жерде де салаттардың қанша дайындалуы өздеріңіз қалауларыңызға қарай. Мен үлкен отбасыға, 6-7 адамдық отбасыға дайындап жатырмын. Енді орам жапырағымызға үстіне тұз салып, қолымызбен жақсылап мыжып, араластырып, суын шығарып аламыз. Міне езілген орам жапырақ, оның үстіне дәмдеуіштерін саламыз. Кориандр, кристаллик приправасын, қант саламыз аздап, сосын паприка, қызыл бұрыштан да аздап саламыз. Сосын сарымсақты езіп саламыз, 1-2 тіс жетеді. Сосын қызанағымыздан аздап қосамыз, жаңағы туралған қызанағымыз. Сосын көкөністер, укроп пен кинза, соевый соуспен аздап уксус қосамыз. Соның бәрін жақсылап араластырып, салатымызды дайындаймыз. Осымен салатымыз дайын. Енді қиярдан да дәл солай салат дайындайтын боламыз. Қиярдың үстіне туралған қызанағымызды саламыз, тұз, аздап қант, кристаллик приправасы тағы да, паприка, қызыл бұрыштан аздап салып, соевый соус, және де аздап уксустан қосамыз. Соның барлығын жақсылап араластырып, салат дайындаймыз. Сосын тағы да аздап май қосамыз. Бұл салатқа да, орам жапырақтан болған салатқа да аздап май қосамыз. Жақсылап араластырамыз. Салатымыз дайын міне. Енді біз жұмыртқадан құймақтар жасап алуымыз керек. Мен 3 жұмыртқа істеттім. 3 жұмыртқаға аздап тұз салып, жақсылап араластырып, табада пісіріп аламыз жұқалап. Сосын етімізді қуырамыз. Қызып тұрған майға етті салып, оның үстіне соевый соус, томатная паста салып, су құйып,
15-20 минут дымдап, еті жұмсағанша пісіріп алатын боламыз. Енді пісіріп алған құймақтарымызды турап аламыз. Оны осылай орап, ұзындау етіп, міне осылай турап шығамыз. Сосын біз су қайнатып, астын өшіріп, мочонка қамырына, дәл осы көксиге арналған қамырды салып, 15-20 минут бетін жауып дымдап пісіріп аламыз. Піскен соң оны мұздай суға жақсылап жуып мұздатып аламыз. Міне біздің көксиіміз дайын, енді оны жинаймыз. Үлкенде осындай ыдысқа қамырды салып, үстіне көкси мури, яғни суыны құйып аламыз. Оның үстіне дайын болған салаттарынан осылай әдемілеп аз-аздан салып шығамыз. Барлығын салып, ең үстіне күнжіт сеуіп қоямыз. Өте дәмді болады. Жаздың ыстық күнінде отбасыңызға көкси дайындап қуантыңыздар. Барлығыңызға ұнайды деп ойлаймын. Менің каналыма тіркеліп лайк басып, пікірлеріңізді қалдыруды ұмытпаңыздар.